Менің аты жөнім Абдулла Тұрғынбаев. 1903 жылы шул Ағорда Федерациясын, Шаардық Ағорда Федерациясын ачқанбыз. Мен ұстан өтіп, мен өзім президент болып 5 жыл іштегеннен кейін аны балдарға өткөрүп бердім. Орда деген өзім, егерде орда болбо, менің ойымша орда болбоза қырғыздар жоғалып кетмек деген өзім ойым бар. Себебі арғы жақтан келген елдер қалмақтар бы, қазақтар бы, Қытайлар бы, келуші қырғыздарды чабайлы қырғыздар жоқ қылалды өле жүрген екен илгерки 2000 жылдарында. Ошондо қырғыздар орданы ойнап, Белек Солтоноев деген ең тарықтың атасы жасқан жері бар. Бұл любой ойындың ішінде соғыштық тәртіп, соғыштық тактика бар да. Ошондықтан Манас уақытында 20-20 бөлініп алып, соғыш болбай қалған уақытта келіп, өзінше шул қандай қылып атыш керек, қандай қылып өлтіріш керек, қанға қантип жетіш керек, қантип жан сақташ керек деген сөздерді, тактиканы жүргізіп, шул ойынды шулаққа шейін алып келген екен. Ошончан бұл орда ойыны қырғыздың ойындарының төл башысы деп шундай атқа қонған. Жоза ту чоққызы деп айтса болады. Мен төл башы деп айтқан себебі орда өзгереді, орда уланады. Мына быйыл эле өзүңөр көрдүңөр, 6 команда аксакалдарды келип шекте ойын башталып атат. Эмди жылы биздин аксакалдар сүйлөдү, мындан да көп болсунчу деп. Себеби орда өлбөйт, орда жан өзгөрөт, орда жакшылыктарга алып келген оюнду ойлойм. Рахмат. Бүгүнкү иш-чара жөнүндө айтып койсоңуз, командалар каяктан келди? Бүгүнкү иш-чара жөнүндө мына мен спорт комитетинин планында бүгүнкү күн өткөрүш керек эле. 6 команда келди. Ош шаарынан 1 команда, Ош областынан 1 команда, Талас шаарынан, Таластан 1 команда, Талас областынан, Жалал Абад областынан 1 команда, Бишкек шаарынан 1 команда, Нарын областынан 1 команда. 6 команда келип, азыр беттеш атат. Акыры ушул күндүн аягында ким биринчи алат, ким экинчи алат, ким призовой болот, шуну эми көрсөтөт. Сиздердин айтканыңыздар боюнча элдерде каалады, күчтүүлөр үчүн дейт. Эми күчтүүлөр үчүн деп карап турабыз. Чоң рахмат.